Мені көргің келді ме, әке? Бүгін мен де фирмада болдым. Сені көргім келген, бірақ сен болмадың, сірә. Сен соншалықты маңызды іспен айналысқансың, тіпті баруың керек болған жиналысты да өткізіп алыпсың. Қайда болдың? Мені жеке кездесуге кабинетке шақырғандарына қарағанда, сен менің қайда болғанымды білесің. Сен тасталған етіп сындырған мотоциклді мен төлеп отырған шеберханаға апардың. Мен өз жұмысымды бақылап жүрмін, әке. Тыңда, Әмір, сен осы жауапсыздықты қашан қоясың? Түсінікті ме? Түсінікті, әке, бірақ менің де өз жеке өмірім бар. Мұны да түсінгеніңді қалаймын, Хикмет аға. Қызым, 2 минуттың ішінде осыншама дәмді тағам дайындап қойыпсың ғой. Келетінізді алдын ала айтсаңыз. Мен сіздің сүйікті тағамдарыңызды дайындап қояр едім. Жоқ, қолыңа дерт бермесін. Алдымда тұрғаныма өте ризамын. Ас болсын. Негізі, қызым, мен мұнда сенімен бір маңызды мәселе туралы сөйлесу үшін келдім. Мен сізге су әкелейін. Пальтоның қалтасында дәрілер болу керек. Сіз жақсысыз ба, Хикмет аға? Жақсымын, қызым. Айтқым келгенді мүмкіндігінше тезірек айтсам, өзімді жақсырақ сезінемін. Сен әлі де Жавидан тәте мені не үшін шақырғаныңды айтпадың. Әлде Әмірге қатысты жаман бірдеңе болды ма? Жоқ, қызым, керісінше, меніңше Әмірге байланысты өте жақсы бір нәрсе болды. Сен Хикмет ағайды білесің ғой, ол бір нәрсені ойына алса, міндетті түрде орындайды. Қалай білмейін, Хикмет аға не айтса, сол болады. Дәл солай. Егер мен сенің Әмірге тұрмысқа шығып, менің келінім болғаныңды қалайтынымды айтсам. Қызым, мен сені ұлыма Әмірге тұрмысқа шыққаныңды қалаймын. Қызым, не дейсің? Маған сеніп жарайды деп айт. Бұл дүниеде сенен артық келін мен үшін жоқ, рахмет, аға. Яғни, менің ойымда да сіздің шешіміңізге қарсы шығу болған жоқ. Бірақ мен тұрмысқа шығуды ойламаймын. Мен сізді ренжітіп қойған жоқпын ба, аға? Осылай айтқаныммен, өйткені мен оны танымаймын. Ол да мені танымайды. Мен сенімдімін, ол да мұндайды қаламайды. Ақырында ол қалада өсті, жақсы оқу орындарында білім алды. Қызым, егер уақытым болғанда, мен бұл істі бұлай асығыс жасамас едім. Бұл нені білдіреді, Хикмет аға? Егер уақытым болғанда деген не сөз? Тыңда, қызым, мен өте қатты ауырамын. Мен сені ренжіткім келмей, бұл ауруым туралы ешкімге айтпаған едім. Бірақ сен менің бұл некені неге қалайтынымды түсінуің үшін айтуға мәжбүр болдым. Ағаны ренжітпе, Әмірге тұрмысқа шық. Жүр, ішке кірейік. Қош келдіңіз, Хикмет, танымадыңыз ба? Жавидан, менің әпкем Мериемнің қызы, Рихан. Бұл тәрелкелерде орын қалмапты. Басқа тәрелкелер бар ма? Мұнаны алда, осы жерге сал. Не істедің? Бұл тәрелкелер өте қымбат еді. Бұл қандай дыбыс болды? Менің антикварлық сервизім сындырып алды. Жавидан ханым, сен не істегеніңді түсінесің бе? Қызық, сен бұл сервиздің ақысын өмір бойы жұмыс істесең де төлей аласың ба? Ақымақ қыз, мен өзімді жайсыз сезіндім. Аға, бұл шешім ешкімге бақыт әкелмейді, аға. Мұны жақында өмірден өтетін адамның соңғы тілегі деп қабылда. Мен сенен уәде беруіңді қалаймын. Мен ант етемін. Шық, біз қайдамыз? Қорықпа, мен екеумізге де жақсылық жасап жатырмын. Тыңда, мына конверттің ішінде 1 жылға жететін ақша бар. Осы жерде бәрін бітірейік те, әрқайсымыз өз жолымызбен кетейік. Мен барып әкеммен сөйлесемін. Ол кеткісі келді, мен оған ұнамадым. Сондықтан мен оны жібердім деймін. Масал құлап қалды. Жақсысың ба? Ауыртып тұрма. Рейхан, біз жай ғана дос емеспіз. Біз бала кезімізден бір-бірімізге ғашықпыз. Ол сендер тек достарсыңдар деді. Біз көп жылдан бері біргеміз. Үйленетін күнімізді армандаймыз. Мен не айтарымды білмеймін. Қазір мен сөйлеймін, ал сен тыңдайсың. Мен сенің анаңды жақсы көрмеймін, ал сені жек көремін. Тыңдаңыз, маған не айтқыңыз келсе де айта беріңіз, бірақ менің анаң туралы айтпаңыз. Ол қайтыс болды. Сен Әмірге де, бұл зәулім үйге де лайық емесің. Бұл неке болмайды. Сенің аузыңнан иә деген сөз шықпайды. Бұл зәулім үй сен үшін тозаққа айналады. Мен саған күннің жарығын көрсетпеймін.
Егер сен ұлымның өмірін құртып алсаң, мен сені құртамын. Рейхан мен Әмір үйленді, өкінесің бе? Әкем қате шешім қабылдады. Зафер біраз уақыт өтеді, сонда ол сонымен бетпе-бет келеді. Не үшін айқайлап тұрсың? Әмір төбелесіп қалды. Зафер, адвокатқа қоңырау шал. Рейханға қоңырау шалып, Әмірдің түрмеде екенін айтты. Рейхан Әмірді түрмеге отырғызған жігітпен сөйлесіп, оны Әмірді босатуға көндірді. Әкем білмей тұрып, мен бұл жерден шығып кетуім керек. Әйтпесе, біз тағы қатты ұрсамыз, сіз боссыз.